Келдіңіздер, тақымдарыңыз талмасын, жылқыларыңыз сүрінбесін, жігіттеріміз құламасын. Бүгінгі ұлан-асыр тойымыздың басын Қазақстан Республикасының ән ұранымен бастаймыз. Бүгінгі шараға арнайы келіп отырған құрметті азаматымыз аудан әкімінің орынбасары Қорабаев Ермек Ерланұлы. Құрметті көкпар сүйер қауым, құрметті ардақты спортшылар мен жанкүйерлер. Баршаңызды ұлттық рухы асқақтатын, бабадан мирас болған қасиетті көкпар додасын ашылуымен шын жүректен құттықтаймын. Көкпар тек қана спорт емес, ол қазақ халқының батылдығы мен епілдігін, бірлігі мен намысын танытатын ұлттық құндылық. Ат үстіндегі шеберлік пен жігер сыналатын бұл ойын жастарды қайсарлыққа, төзімділікке, және ел сүйіге тәрбиелейді. Бүгінгі дүбірлі додаға қатысып отырған барлық шабандоздарды сәттілік тілеймін. Әр ойын тартысты да әсерлі өтіп, көрермендерге көтеріңкі көңіл күй сыйласын. Ұлттық спортымыз мерейі үстем болып, көкпар өнер ұрпақтан ұрпаққа жалғаса берсін. Ауданымызда осындай игі шаралардың жиі ұйымдастырылуына, ел бірлігі мен рухани құндылықтардың нығаюына өз үлесін қосады деп сенемін. Баршаңызға мықты денсаулық, амандық және жеңісті күндері тілеймін. Көкпар додасы құтты болсын. Үлкен алғыс береміз. Келесі құттықтау сөз аудан мәслихатының төрағасы Зағыппаров Еркебұлан Серікұлына беріледі. Ассалаумағалейкум, құрметті Қарабұлақ ауылының тұрғындары, Абай орта мектебінің 20 жылдық түлектері. Бүгін сіздер елге, ауданға, өзге қазақ деп жүрегі соққан азаматтарға үлкен үлгі боларлық іс атқарып жатсыздар. Қазақ туған жерге туың тік дейді. Туған ауыл қасиетті құт мекен Қарабұлақтарыңызға алтын ұя мектептеріңізден қанат қағып кеткеннен кейін 20 жылдан кейін оралып, ел алдында атқа мінер азаматтар мен ел дамуына ат салысып жүрген азаматшалар есеп беру кеші деп білеміз. Сондықтан қасиетті өлкенің киелі сауырдың етегінде ат тұяғын дүбірлетіп, бәйге, көкпар, ұлттық спортты ұлықтап жатқандарыңыз біз үшін өте қуанышты. Бақ қайда барасың? Береке бірлігі жарасқан елге барам дейді. Сондықтан ауданымызда береке бірлігі жарасқан елдің іргесін, қасиетті ауылдың қан тамырын жүгіртіп, ауыл деген қасиетті шаңырақтың түтінін өшірмей отырған ауылдарыңызға келіп, елдің бар екенін, елдің азаматтарының бар екенінің, ауылдың тынысының тарылмағанын, ауыл жүрегінің соғуы, еліміздің орталығына қан жүгіртетін ауырдың бар екенін сіздер көрсетіп жатсыздар. Сондықтан осы 20 жылдық кездесулеріңізде ауылда өтіп жатқан түрлі шаралар, игі істер, ауылдың көркеюіне атқарып жатқан жұмыстарыңыз берекелі болсын. Әр уақытта бастарыңыз жазылмай, осыдан кейін 30 жыл, 40 жыл, 50 жыл, 60 жылдықта бауырларыңыз жазып бүтін болып бас қосуды нәсіп етсін. Еліміздің азаттығында, тәуелсіз таңында көк байлағымыз желбіреп, тек қана береке бірлікте, тәуелсіз отанымыздың тұғыры биік болып, өздеріңіздей отаншыл азаматтардың арқасында өркендеп дами берсін. Зайсанымыздың әлеуеті артып, ел экономикасының артуына ел азаматтар еңбек ете берсін. Сіздерге үлкен сәлем айтты. Аудан әкімі Аялит Ахмет Сәлімқызы 20 жылдық түлектердің рухани ісіне жоғары баға беріп, аудан әкімінің атынан дұғай
сәлем аудан халқының атынан жолдады. Мерекелеріңіз құтты болсын. Әр уақытта осындай биіктен көріне беріңіздер. Қарабұлақ жасай берсін. Және де айта кететін құрметті бүгінгі жарысқа қатысушылар, көкпаршыларымыз, бұл мінекей 2006 жылы киелі Қарабұлақ жерінде Абай орта мектебін бітірген түлектердің атынан арнайы өткізіліп жатқан іс-шара. Бірден сөз арасында айта кетейік, бұл жерде аламан бәйгесіне тігілген жүлде қоры 1,5 миллион теңге. Және де арнайы кубоктармен марапатталатын болады. Көкпарымызға да, палуандарымызға да тігіліп отырған жүлде қоры 1,5 миллион теңге. Және де арнайы кубоктармен марапатталатын болады. Аударыспақ, нағыз палуанның, ер жігіттің күшін сынайтын аударыспағымызға тігіліп отырған жүлде қоры 500 мың теңге. Және де бүгінгі іс-шарамыздың басы тай жарысымен басталады. Ендеше бүгінгі іс-шарамызға келесі құттықтауға кеп отырған аудан Аманат партиясының төрағасы Балғабаев Болатбек Балғабайұлына сөз береміз. Ассалаумағалейкум, қадірменді Қарабұлақ ауылының тұрғындары және қонақтары және 20 жылдық түлектер. Сіздерді қазақ спортының кенже қалған спорт түрін ұлттық мұра ретінде жалғастырып жатқан сіздерге мыңда бір алғысымды айтамын. Ұлттық мұра жобасы аясында бұл көкпар ойыны ер жігіттің ойыны екені барша қазаққа мәлім. Бұны ойнайтын тек қана батыл жүректі ер қанатты құспен ат жалында ойнайтын жігіттердің ғана ойнайтын ойыны. Сондықтан бұл ойын сіздерге шабыт берсін. Сіздер бұл ойында таза ойын көрсетіп, және ешқандай жарақатсыз жеңіске жетуге шын жүректен тілектеспін. Көкпар ойыны құтты болсын. Келесі құттықтау сөз Қарабұлақ ауылдық округінің әкімі Ал енді Айдар Қадылбекұлына беремін. Құрметті қонақтар, құрметті ауылдастар, бүгін үлкен мереке. Негізі енді мына Қазақстан Республикасы бойынша 20 жылдықты біздің Қарабұлақ ауылынан шыққан өз. Негізі бастама осы Қарабұлақ ауылынан шыққан. Сондықтан осы игі бастамаларыңыз, ары қарай жалғасын таба барсын. Әр жылдары мына ауылымызға үлкен жақсылықтар, әлеуметтік жағдай және ауылдың абаттандыруына үлкен көмектесіп жатыр осы 20 жылдықтар. Ұлттық спортымызды дамытып жатыр. Сондықтан осы келген қонақтар жақсы дем алып, келген спортқа қатысатын әр жақтан келген қонақтар жақсы ойын көрсетіп, еліміздің өркендеуіне үлес қоса беріңіздер. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. 20 жылдық түлектер сіздерге 30 жылдық, 50 жылдық осы келіп Қарабұлақ ауылымызда келіп тойлай беріңіздер. Барлықтарыңызға жақсылық, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Көк байрағымыз желбірей берсін. Ой, бәрекелді, айтқаныңыз келсін. Олай болса аудан әкімнен арнайы құттықтауларымыз бар. Соны қабыл алыңыздар. Алғашқы құттықтау. Құрметті Абай атындағы орта мектебінің 2006 жылғы түлектері, сіздерге туған жерге деген шынайы жанашырлықтарыңызды бен елге деген перзенттілік құрметіңіз үшін зор ризашылығымызды білдіреміз. Зайсан ауданына қалыптасқан игі дәстүр жалғастырып, кіндік қандарыңыз тамған қасиетті Қарабұлақ ауылына ерекше тарту жасап, ауыл кіреберісіне сәнді қақпа орнатып, абаттандыру жұмыстарын жүргізудеріңіз туған жерге деген адал сүйіспеншілік айқын көрінісі. Сонымен қатар ел ішінде салауатты өмір салтын насихаттап, жастарды спортқа балауға бағытталған облыстық футбол турнирін, ұлттық көкпар, бәйге секілді ұлттық және бұқаралық спорт шараларды ұйымдастыруыңыз көпшілікке өнеге боларлық игі іс. Осындай азаматтық ұстанымдарыңыздың туған өлкенің дамуына қосқан үлестеріңізбен ел бірлігін нығайтуға бағытталған бастамаларыңыз жалғасын таба берсін. Әрдайым ел игілігі жолындағы еңбектеріңіз жемісті болып, отбасыларыңызға амандық, кәсіптеріңізге табыс, абырой беделдеріңізде толағай жетістіктер тілейміз. Аудан әкімінің Айлита Ахмет Салим қызы, аудандық мәслихат төрағасы Еркебұлан Зағыпаров. Ой, бәрекелді, бір қошеметтеп қойыңыздар. Осындай керемет ауылға сый жасап жатыр. Бір жағадан бас шығар, бір жеңнен қол шығарып, осындай ауызбіршіліктің арқасында. Атын қабыл алыңыздар. Құрметті Абай атындағы орта мектебінің 2006 жылғы түлектер. Туған жерге тағзым, кіндік қаны тамған, топырақты қастерлеу қазақ халқының бұрыннан келе жатқан салты. Ол ұлттық санамыздағы аса қастерлі ұғым.
киелі топырақтан түлеп ұшқан азаматтар ретінде туған жердің көркеюіне үлес қосып, келер буынның жадында мәңгі сақтау жолындағы қадамдарыңызға және ауылымыздың көркеюіне жағдай жасағандарыңызға мың алғыс білдіре отырып, бұл істеріңіз көпке үлгі, ұрпаққа аманат екенін айтқым келеді. Барлықтарыңызға шығармашылық табыс, жаңа жетістіктер, зор денсаулық және әр салада қызметтеріңізге күш жігермен өсу тілеймін. Қарауыл ауылдық округ әкімі Айдар Қадылбекұлы. Ой, бәрекелді. Келесі құттықтау қабыл алып қойыңыздар. Құрметті Ақыт қызы Балғын, сізді мектеп бітіргеніңізге 20 жыл толу мерейтойымен шын жүректен құттықтаймыз. Абай мектебінің 95-2006 жылды түлектерін 20 жылдық мерекесіне орай ұйымдастырылған шараларды жоғары деңгейде өткізуге, Қарабұлақ ауылына әулетін артуына қосқан зор үлесіңіз бен белсенді еңбегіңіз үшін шынайы алғыс білдіреміз. Сізге еңбекте табыс, отбасыларыңызға амандық, зор денсаулық тілейміз. Аудан әкімі Әлит Ахмет Сәлим қызы, мәслихат төрағасы Еркебұлан Зағыпаров. Ақыт қызы Балғын, өздеріңізден түлеп ұшқан түлектеріңіз қошеметтеп қолдап қойыңыздар. Құрметті марапат иелерін шын жүректен құттықтаймыз. Ары қарай жалғасын табатын болады марапатымыз. Құрметті Қуаныш Нұрлыбекұлы, сізді мектеп бітіргендеріңізге 20 жыл толу мерейтойымен шын жүректен құттықтаймыз. Абай мектебінің 1995-2006 жылғы түлектерінің 20 жылдық мерекесіне орай ұйымдастырылған шараларды жоғары деңгейде өткізуге, Қарабұлақ ауылының әлеуетінің артуына қосқан зор үлесіңіз бен белсенді еңбегіңіз үшін шын алғыс білдіреміз. Сізге еңбекте табыс, отбасыңызға амандық, зор денсаулық тілейміз. Құрметпен аудан әкімі Әлит Ахмет Сәлім қызы, мәслихат төрағасы Еркебұлан Серікұлы. Қуаныш, мінекей, қашаннан бері ат салысып шапқылап жүрген. Осындай азаматтар аман болсын. Ауылым деп, туған жерім деп жүретін. Келесі құттықтау. Құрметті Тарғатай мұнай ұжымы, сіздерге Қарабұлақ ауылы Абай атындағы орта мектебін 2006 жылы бітірген 1988 жылғы түлектердің 20 жылдық мерекесіне орай Қарабұлақ ауылының өркендеуіне қосқан үлестеріңіз бен елеулі еңбектеріңіз үшін алғыс білдіреміз. Тарғатай. Ой, бәрекелді. Тарғатай мұнай. Қуандық ағамыз шын жүректен құттықтаймыз. Ендеше құрметті марапат иелерін, әпкелерімізді, ағаларымызды шын жүректен құттықтаймыз. Ал енді құрметті ханымдар мен мырзалар, бүгінгі іс-шараға қатысушылар, осымен құттықтауларда және марапаттардың барлығы соңына жеткен сияқты. Ендеше білесіздер, текті қазақтың ұрпағы ұлы батаны, ұлы жолды болсын, ұлы істі болсын, ақ батамен бастаған. Ендеше ортада аузы дуалы ақ сақалымыздан ақ бата алып, ақ жаулық киген апаларымыздан ақ шашуымызды шашып, бүгінгі іс-шарамызды бастайық. Ендеше ақ батаны беретін ақ сақалымыз Қарабұлақ аудандық ардагер ұйымының төрағасы Махранов Марат Қазбекұлы. Иле әумин деп баршамыз Алла берген қос қолымызды кеңінен жайып, әумин деп қояйық. Ал иле әумин. Әумин десең міне бата, дарысын қыдата, қыдырын қияласын, періштен келасын. Жеріміз қуармасын, бұлағымыз суалмасын. Егінге бітік болып, қамбаға астық толсын. Көк байрағымыз желбіресін, өрендердің жүрегі отанымды белдіресін. Қыранымыз қалықтасын, ұландардың шырқараны шарықтасын. Аттарыңыз сүрінбесін, жамандықтарыңыз білінбесін. Еліміз аман болсын, бейбіт заман болсын. Аллаху акбар. Әумин айтқаныңыз келсін. Әумин, ақ батаңыз қабыл болсын. Ендеше ақ жаулық киген апаларымыздан, аналарымыздан ақ шашу қабыл алайық, ардақты ағайындар. Бір қолымен әлемді, бір қолымен бесіктер өткен домалақтай аналарымыздың даналығы бір бойында табылған ақ жаулықты аналарымыздан, ел аналарынан шашуды қабыл алып қойыңыздар. Той баршамызға құтты болсын, құрметті қонақтар. Қарабұлақ ауылдық 88-20 жылдықтардың иегерінің атынан барша мінекей бата берген ақсақалымыздан бастап, аудан әкімшілігінен келіп отырған қонақтарымызға Ақшафан ардақты ағайындар құттықтап қояйық. Фотоға түсіп алайық.
ат шапандарыңыз құтты болсын. Құрметті қонақтар, құрметті шабандоздар, қиқулап бір қойсаңыздар болады. Ал енді барлық шабандоздар дайындала берсеңіздер болады. Тай жарысшылар барлығыңыз. Ал енді бүгін міне бәйге көкпар аударыспақ тай жарыстар ойындарына басталу жұмыстары жүргізіліп жатыр. Қонақтар келіп жатыр жан-жақтан, облыстан, Алматыдан жан-жақтан қонақтар келіп жатыр. Бәрімізге сәттілік, сонан кейін жоғары деңгейде өтеді деп ойлаймыз. Тек қана жеңіс тілейміз. Бәрі жақсы сәтімен өтсін деп тілейміз. Бүгінгі өткелі жатқан жарысқа барша қатысушыларға сәттілік тілеймін. Мен осы Қарабұлақ ауылынанмын және мен де қатысқалы тұрмын. Ассалаумағалейкум халық, бүгінгі міне Қарабұлақ ауылына Зайсан қаласынан келіп тұрмын. Атым Мұстафина Назым. Ат жарысы болады екен, балалардың нелері, ойындары болады екен. Соны көрсек екен, немерелерімен, балаларымен келіп тұрмын. Ат жарыстарына сәттілік тілеймін. Осы Қарабұлақ ауылын оқыған 88 жылғы балаларға рахмет айтқым келеді. Осындай ұйымдастырып, ат бәйгесін жасап жатқандарына, отбасыларына амандық тілеймін. Осы 88 жылғы балалардың дендеріне саулық тілеймін. Балалы шағаларына көп-көп рахмет айтқым келеді. Ассалаумағалейкум. Жалпы жамағат, сәлеметсіздер ме? Менің атым Мейрембек Бұқайұлы. Осы Қарабұлақ ауылыныкімін. Мына 88-дегі баладардың керемет жақсы мына осы ұйымдастырып бәйге өткізіп, жоқ жүдікке, яки мына мешіт, мектеп, осыларға ақша кеп беріп, көмектесіп, осы ұйымдастырып, қылаяғы міне қалқымыз зас сатып міне жерде міне. Осының өзі міне қалыққа бір үлкен кіріс екен. Топтасып жиылып, көңілімізде көтеріліп қалды былайша айтқанда. Ат бәйгені көріп, аламан бәйгені көріп, тай бәйгені көріп, осы азаматтардың енді дендеріне саулық, семьяларына бақыт, байлық, шат-шадыман, думанды семья болсын. Ал ассалаумағалейкум, ат сүйер қауым, есімім Бекболатұлы Ерлан болады. Бүгін міне Зайсан ауданы Қарабұлақ ауылында 2006 жылғы түлектер 88 жылғы азаматтар мен азаматшалардың ұйымдастырып жатқан бәйгесіне Зайсан қаласынан келіп қалдық. Қайға ұсқалы тұрмыз міне бұйырса. Қарабұлақ жұртшылығы осындай ұлан ғасыр тойларыңыз жылда бола берсін. 88 жылға 2006 жылғы түлектер жасай беріңдер. Алда 30 жылдық, 40 жылдық мерейтойларыңды осындай өткізіп, бәйге төбеде ат шаптырып, ұлан ғасыр той жасап, бастарың аман, бауырларың бүтін болсын. Тек жақсылық болсын. Ассалаумағалейкум, барша ат сүйер қауым, қалдарыңыз қалай? Мен мына Қамбар Тоқтархан Зайсан ауданынан келдім, Зайсан қаласынан. Осы бүгінгі додаға бағымызды сынайық деп, сыйлық қасқа тұлпарым. Бүгінгі мына 88 жылғы 20 жылдық түлектердің тойына келдік, бұйырса жақсы ұйымдастырып жатқан екен. Осы аман есен осы жарысқа қатысайық деп тұрмыз енді бұйырып. Осы енді құттықтау айтайын. Осылай жылда Қарабұлақ ауылы той жасайды. Осылай жасай берсін әрқашан 20 жылдықтар. Тойларыңыз құтты болсын. Ассалаумағалейкум, құрметті ат сүйер қауым. Есімім Аққайзын Аян, Үлкен Арын көкпар командасы. Биыл міне Зайсан ауылына, Үлкен Арын ауылының құрама командасы көкпарға келіп тұр. 1988 жылғы түлектер Қарабұлақ ауылында үлкен көкпар жасап жатыр. Той, бәйге өстіп, ауылдың түлектері ауылға көтеріп, үлес қосып, ұлттық спортты дамыта берсін. Ал міне Көкпөкті ауданы Тассай ауылына, мына Қарабұлақ ауылына 88-дердің ұйымдастыруымен 20 жылдықтарына келіп қалдық. Енді жақсы өтсін, бала құламасын, ат сүрінбесін, үлкен той болғалы жатыр екен. 88-дерге рахмет, ауыл үшін той жасап беріп жатыр. Бәйге өтіп жатыр, бәйге өте жақсы болсын, Қарабұлақ ауылы жасай берсін. Осы бәйгеге келдік, осы бәйгеден ат сүрінбей жақсы өтсін. Өтіп жатқан Қарабұлақ ауылында өтіп жатқан тойлары өте берсін. Осы ауылға келіп бәйгеге шауып тұрайық. Біз міне ат алып келіп отырмыз, атымыз сүрінбей аман-есен шауып тұрайық. Бірінші орын алайық. Қарабұлақ ауылында бәйге өтіп жатыр, біз соған келдік.
атымыз сүрінбесін, бәрін аттар сүрінбесін, құламасын. Мен есімім Мират, Күршім ауданы, Күршім ауылынан келдік. Бүгінгі мынау ұйымдастырып жатқан 88 жылғы Қарабұлақтың түлектеріне осындай жарыс ұйымдастырып жатқанына алғысымызды білдіреміз. Жарысқа қатысушыларға сәттілік тілейміз. Ассалаумағалейкум. Есімім Жамбуршин Жарқын болады. Самар ауданынан келіп тұрмыз, Көкжіт ауылынан. Осы Қарабұлақ ауылына, Қарабұлақ ауылының 20 жылдықтарына. Енді 88 жылғы құрдастарымыз 20 жылдық той деп, сол той көкпарға келіп. Енді осы келген командаларға 6 команда қатысып жатырмыз. 6 командаға енді сәттілік, мықтылар жеңіске жетсін. Енді Қарақ ауылына үлкен рахмет. Осындай тойлар жиі бола берсін. Қонаққа шақыра берсін, келе береміз. Аманшылықта, тек қуаншылықта, тойда ғанам жолығып, басымыз сол тойда ғанам жолыға берейік. Сәлеметсіздер ме? Мен Жайна Жайлауғазы қызы. 88 жылғы түлекпін. Бүгінгі өтетін іс-шараларға, жарыстарға тек сәттілік тілеймін. Барлық командаларға жеңіс тілеймін. Қайырлы күн, құрметті ауылдастар. Бүгін бізде 20 жылдық түлектердің ұйымдастырып жатқан жарыс шараларының екінші күні ең бір үлкен облыстық көлемде ұйымдастырылып тұр. Сондықтан келіп жатқан жан-жақтан келген командаларға бүгінгі ойында тек сәттілік тілеймін. Ең мықтыларға тігіп отырған жүлдеміз бұйырсын деп тілейміз. Ешқандай жаңағы спортшыларымыз жарақаттанбастан, аман есен үйлеріне саулықта қайтуларына шын жүректен тілектеспіз. Және 20 жылдық түлектерімізге барлық басталған, жоспарлаған дүниелерімізді сәтті аяқтауына шын жүректен тілектеспін. Ал құрметті ауылдастар, бүгін 1988 жылғы түлектердің 20 жылдығы құтты болсын. Бәріне сәттілік тілейміз. Көкпар бәйге болып жатыр. Бәйге көкпаршылар салымды болсын. Ең мықтылар жеңеді деп ойлаймыз. Сол бәрі жақсы өтсін. Ал құрметті 88-дер, биылғы 20 жылдықтарың құтты болсын. Міне бүгін жарыстың 4-ші күні тойлап жатырмыз. Бүгін ат спортынан жарыс өтейін деп жатыр. Сол тек сәттілік тілеймін. Мерекеден мерекеге жете берейік. Аты жөнім Оспан Жарас Әділбекұлы, осы мектептің 1900-2006 жылғы түлегімін. Ассалаумағалейкум класстар. Бүгін міне ат жарыс бәйге, аламан, аударыспақ болғалы жатыр. Бәрі сәтімен болсын. Береке бірлігіміз арта берсін. Сәрсенбаев Марат Нұрланұлы. Ассалаумағалейкум 88-дер. Ал жарыс жақсы болып өтсін. Енді бәрі сәтімен болсын. Ат жөн Мұхамеджанов Арман. Ал енді құрметті ат сүйер қауым, бүгінгі ұйымдастырылып отырған жарысымен сәтімен өтсін. Тек қана жеңіс тілеймін. Мықтының мықтысы болсын. Алтай Болатқанұлы. Ассалаумағалейкум спорт сүйер қауым. Бүгін міне біздің мерекеміздің 3-ші күні ұлттық ойындар жарыстары. Бәйге, көкпар, аударыспақ ұйымдастырушыларымыз міне 2006 жылғы Абай орта мектебінің түлектері. Спортқа қатысқалы жатқан спортшыларға тек қана сәттілік тілеймін. Тек мықтылар ғана жеңсін. Әділ болсын бәрі. Есімім Муслимов Абай Бақчанұлы. Ассалаумағалейкум Қарабұлақ халқы. Енді келіп жеткен 20 жылдық 88-дерге құтты болсын. Бүгін енді ат үстіндегі спорт жарыстары болады. Жігіттердің бәріне сәттілік тілеймін. Аттарыңыз сүрінбесін деймін. Енді биыл жылдағыдан ерекше облыс деңгейінде жарыстар ұйымдастырылып жатыр. Сол жарыстардың бәрі жоғары деңгейде өтіп, енді қызығын Қарабұлақ халқы көріп, артымыздан ерген бауырларымызға үлгі болсын. Ассалаумағалейкум Қарабұлақ халқы. Құрметті 88-дер, 20 жылдығымыз құтты болсын. Бүгінгі бәйгеміз жақсы өтіп, көкпарымыз салымды болсын. Келген қонақтар аман есен үйлеріне жетсін. Ассалаумағалейкум ауылдастар, сыныптас достар, класстастар. Келіп жеткен 20 жылдық мерейтойымыз құтты болсын. Жеке біздің ғана емес, бүкіл ауылдың мерекесі ғой негізі. Осы ауылға керемет көңіл күй демалыс сыйлайық деп, осы ұлттық спортты дәріптейік деп, сол ұлттық ат спортын ұйымдастырып жатқан жайымыз бар. Жарысқа қатысушыларға сәттілік тілейміз. Аттар сүрінбесін. Тек жақсылық, амандық болсын. Ұлттық спортымыз үстіп көркейіп дами берсін.
Ал енді құрметті 20 жылдық түлектер, бүгін міне күні көкпар, аударыспақ және бәйге өтіп жатыр. Бүгін міне ауылымыздың намысын қорғап, республикада, облысқа, жарысқа барып жүрген ауылымыздың көкпаршылары өзіміздің сыныптасымыз бастаған, қуаныш бастаған көкпаршыларымызға бүгінгі жарыста сәттілік тілейміз. Тігіп отырған жүлдеміз осы кісілерге бұйырсын деген тілектеспіз сіздерге. Барлықтарыңыз осы жарыста тек жеңіске жетіңіздер, ешқандай жаңағы жарақаттанбай, тек қана осы ауылымызды көкпар жағынан мәртебесін жоғарлата беруге сіздерге тілектеспін. Дендеріңіз сау болсын, спортта, додада мәңгі алда болыңыздар. Ал құрметті ауылдастар, мен осы 20 жылдықты өткізіп жатқан ұлан баламның мамасы боламын. Міне бүгін 4-ші күн, ауылымызда дүбірлі той, керемет, 20 жылдық кездесулер жақсы өтіп жатыр. Бүгін міне ат жарысы, бәйге, тай жарысы, аламан, аударыспақ, көкпар, осындай ойындар болып жатыр. Халық өте көп жиналды, бәрі көңілді, өте жақсы. Балаларыма сәттілік тілеймін, ауылдастарыма жақсы көңіл күй тілеймін. Ал енді бүгінгі 88 жылғы түлектерді мерекелерімен құттықтаймыз. Дендеріне саулық, отбасыларына амандық, бала шағаларының қызығын көрсін. Осы үлкен міне ауылымызда үлкен той болып жатыр. Осы той жалғасын таба берсін, қуаныш бола берсін ауылымызда. Ал менің атым Бақтикамал Оразалина. Ал енді құрметті 20 жылдық түлектер, енді бұл ауылымыздың үлкен мейрамы. Бүкіл ауыл тойлайды. Енді бұл 20 жылдардың мерекелері құтты болсын, дендері сау болып, өстіп тойлап жүре берсін. 30 жылдық, 40 жылдық, 50 жылдықтарын тойлап, аман есен болып, вечерлерін енді жақсы өткізіп, енді отбасылар аман болып, аман есен үйлеріне қайтсын, енді бұлар жақсы өткізіп, бәрі сәттілік болсын. Құрметті Қарабұлақ ауылының тұрғындары, құрметті 20 жылдық түлектер, кездесуге келген. Біз осы ауылымыздың Қарабұлақтың ағажелер клубының мүшелеріміз. Арнайы сіздерді құттықтап, сіздерге шашу шашайық деп келіп отырған жайымыз бар. Жүрегімізді үлпілдетіп, көңілімізді босатып, сондай бір қуанышты күйде отырмыз. Мына шауып жатқан бәйге оза шығып, орын алсын. Түлектеріміз әрқашанда аман есен болып, осы шараны өткізіп, үйлеріне аман есен қайтсын. Ауылымызды бір марқайтып, барлығын қамтып, ауылға өз үлестерін қосып жатыр. Сондықтан да біз қуаныштымыз. Әрқашанда сендерге ақ жол тілейміз. Жылда келіп кететін 20 жылдық оқушылар, түлектер осы ауылға үлкен еңбектерін сіңіріп жатыр. Тарыдай болса да, тамшыдай болса да, әр жерге үлестерін қосып жатыр. Сендерге зор денсаулық, семьяларыңа бақыт, отбасыларыңа береке, бірлік тілейміз. Бақытты болыңдар әрқашанда, тойларың той қыласын. Қарабұлақ ауылында өтіп жатқан үлкен той, 20 жылдықтың тойы, қуаныштымыз, балалар бақытты болсын, осындай ауылымызда той бола берсін, той қаласын. Ал енді біздің осы ауылда үлкен той, дәстүрлі той деуге де болады. Өйткені 20 жылдық кездесу ауылға бір қуаныш, бір үлкен мерекелік көңіл күй тілейді. Жылдағы 20 жылдық кездесу бізде өте берсін. Осы 88 жылғылардың дендері сау болып, бастары аман болып, отбасыларына аман есен жетсін. Осы ауылға көңіл күй тілеген қуанышты мерекелері құтты болсын, аман сау болсын. Біздің ағажелер клубының мүшелері атынан Аймангүл Қалиевамын. Күміс құманай, отта тұрғанай, айналайын көзіңнен ашып жұмғанай. Ай, бекзаттарым-ай, жекжаттарым-ай, жекжат болып ауылыңа кеп жатқаным-ай. Бүгін міне үлкен Қарабұлақ ауылында үлкен той. 2006 жылғы бітірген түлектердің ат жарысы, көкпар тартыс, бәрінен халықтың
қазақи спорттық ойындары болып жатыр. Соған келіп тұрмыз. Жігіттерге мыңда бір алғыс, осыны ұйымдастырған, жақсы ұйымдастырып жатыр. Бұндай алғашқы жүлделердің бәйге қоры бұндай болып көрмеген. Сондықтан ол жігіттерге де рахмет айтамыз. Кәсіптері дами берсін, отбасылар аман болсын, бар жақсылықты тілейміз оларға. Бәйгелі болсын аттары. Әумейін десең міне бата, қыдырын қияласын, періште ұяласын, бас берсін, бақ берсін, өмір ұзақ жас берсін. Алтыннан болсын, жағалары, күмістен болсын, тағалары, малды қылсын, басты қылсын, тең құрбыларының алды болсын. Алла осыны қолда бәйгелерді, бәйгелі болсын аттарына. Аман есен болайық, еліміз аман, жеріміз тыныш, заманымыз тыныш болсын. Аллаху акбар. Жарсу ауылынан келіп тұрмын, Өмірбек Шайғожа деген аталарың. Біз Өскеменнен келдік. Осы Қарабұлақ ауылының тумасымыз. Осы жерде туып өстім, мен қызмет істедім. Одан кейін үйлендім, міне қасымда тұрған жолдасым Тарбағатайдың қызы. Екеуміз мектепте 26 жыл сабақ бердік. Бұл кісі физикадан, мен математикадан сабақ бердім. Әмбе өзімнің туып өскен ауылым. Сосын мына оқытқан оқушыларымыз 20 жылдық мектеп бітірулерінің 20 жылдық кездесуіне шақырды. Соған келіп қатыстық. Кеше спорттық жарыстар болды. Спорт залда, далада футболдан, волейболдан жақсы өнер көрсетті. Ауыл спортының дамып келе жатқанының куәсі болдық. Енді бүгін міне ат спортынан жарыстар өтіп жатыр. Жаңа тай жарыс болды, көрдік. Енді міне аламан бәйгені қызықтап тұрмыз қазір. Жалпы ұйымдастыру өте жоғары деңгейде деп есептеймін. Халық өте көп жиналған көрермен, бәйгеге қатысқан аттар саны да мол екен. Енді жүйріктен жүйрік озар жарысқанда дейді. Мына 30 шақырымдық аламан бәйгеден қазір міне 3-ші, 4-ші кругқа кетті. Енді қатысып жатқан шабандоздарға табыс тілейміз. Бүкіл ауылға мына түлектерінің 25 жылдық тойы құтты болсын. Ауылымыз көркейе берсін, өсе берсін. Жастарымыз өнерлі болсын, білімді болсын деп тілек айтамыз. Оқушыларымыздың мерекесі құтты болсын. Аламан бәйге жақсы өтуде. Бүгінгі міне 88 жылдың түлектері жақсы ұйымдастырып, міне аламан чаптырып жатыр. Және де қазір командалық көкпар болады. Осы ауылға ұйымшылдықтың арқасында, тек жақсылық, сыйластықтың арқасында осындай үлкен той болып жатыр. Тек жақсылық болсын. Аттарымыз сүрінбей, аламаннан аман есен шауып өтсін. Енді тек қана сәттілік, шабандоздың бәріне сәттілік тілеймін. Аман есен аламанды аяқтайық. Тарбағатай ауданы Жетарал ауылынан келіп отырмыз. Аты жөнім Бақытбек Ғабит. Ақбақай, 18-ші нөмірде Ақбақайымыз аламанда топ баста келе жатыр. Тек жақсылық болсын, енді шабандоздарымызға сәттілік тілейміз. 88-де той-тойға ұласын. Ассалаумағалейкум ағайындар. Міне Алланың қалауымен киелі жер Зайсан ауданы Қарабұлақ ауылына келіп қалдық. Міне биыл 20 жылдықтар мектеп түлектері дүбірлі той жасап жатыр. Бұл тойдың енді мақсаты бірлікте ат спортын, халықтың рухын көтеретін өте бір киелі ұжымдық жұмыс болып жатыр. Соған міне өзім жеке кәсіпкер Зайсан қаласынан келіп, осы арада өзімнің бауырымның досы Абай деген жігітке келіп, соның қуанышына қуанып, ортақтасып жатырмыз. Елімізде бірлік болсын, Қазақстанымыз дами берсін. Осындай үлгі, игі істер басқа ауылдарға, басқа райондарға, басқа облыстарға өнеге болсын. Рахмет тыңдағандарыңызға. Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін Шығыс Қазақстан облысы Зайсан ауданы Қарабұлақ ауылында осындай керемет бір іс-шара өтіп жатыр. Осы Қарабұлақ ауылының 2006 жылғы түлектер, Абай мектебінің түлектері өздерінің 20 жылдықтарын бір күн емес, бір апта дүбірлі етіп өткізіп жатыр. Бүкіл Қазақстанға үлгі болып жатыр. Өйткені мен қаншама ауданда жүрсем де осындай 20 жылдық көрген емеспін. Күннен күнге әртүрлі іс-шаралар өтіп жатыр. Волейбол, футбол өтіп кеткен. Енді бүгінгі күн 17 мамыр күні қазақтың ұлттық ойындарына көңіл бөлген екен. Бүгін таңертеңнен
бәйгенің түр-түрі өтті. Тай бәйге, аламан бәйге дегендей аударыспақтың әрбір салмақ категориясын көрдік, чемпиондарды көрдік. Осы жерден Зайсанның жігіті чемпион болып жатыр екен. Енді міне көкпардан қазір дәп алдарыңызда осы Қарабұлақ ауылының командасы мен Күршім командасы ойын көрсетіп жатыр. Жалпы осы көкпарға Самар 1, Самар 2, Тарбағатай, Күршім, осы өзіміздің Зайсанның командалары жиналып, үлкен арым бар, келіп жақсы ойын көрсетіп жатыр. Сондықтан біз сіздерге Абай мектебінің түлектері, сіздерге алғысымызды айтамыз. Осылай ұлттық спортты дамытып жатырсыздар, көңіл бөліп жатырсыздар, үлес қосып жатырсыздар. Бүгін енді өте керемет, халық та қуанып жатыр. Әр нәрсеге көңіл бөліпсіздер, әр детальді қарап өттік. Жаңа кішкентай бүлдіршін еңбектеген баладан еңкейген қартқа дейін әр адамға көңіл бөліп, мына жерде әркім өзінің қалағанын тауып, демалып, керемет бір жақсы күн сыйлап жатырсыздар. Сондықтан ұйымшылдықтарыңыздан, Алла тағала ұйымшылдықтарыңыздан айырмасын, өстіп, дүбірлетіп, тойлатып, тек тойда ғана жүре беріңіздер. Сіздерге Шығыс Қазақстан ұлттық ат спортынан жалынды сәлем. Ала бүгінгі Шығыс Қазақстан облысы Зайсан ауданы Қарабұлақ ауылында өтіп жатқан 2006 жылғы түлектердің 1988 жылғы түлектердің 20 жылдық мерейтойына қарай ұйымдастырылған аударыспақ жарысында жүлдегерлерімізді марапаттауға рұқсат етіңіздер. 3-ші орын алған Ұлан ауданынан келген Жұмабеков Бақтияр ортаға шақырылады. Және 100.000 теңге ақшалай сыйлық. Құттықтаймыз. Аударыспақтан өткен 80 келіден жоғары салмақта 2-ші орын алған Ұлан ауданының Жапишев Ермек мырзаны ортаға шақырамыз. Және де иығына шапан. Арнайы медалімен. Бүгінгі аударыспақтың жеңімпазы бас жүлде Зайсан ауданының тумасы Қаратал ауылының баласы Қожахметов Шалқар марапатталады. Ақшалай сыйлық 200.000 теңге және кубок. Иығына шапан, ақшалай. 3-ші орын алған Ұлан ауданының Бақтияр Ермек мырзаның өзінің туған ұлы. Көкпар 1,5 миллион теңге. Және де салымы ең көп палуанымызға үздік көкпаршы белбеуін сыйға тартатын боламыз. Аударыспақтың жүлде қоры 500.000 теңге. Құрметті қалайық, жаңағы тай жарысы негізі біз бұл Аламанда болмаған болатын жарыста, бірақ біздің досымыз, жан досымыз о дүниелік болған Өмірбек деген досымыз, сыныптасымыздың атынан Өмір Серік деген өзінің ізбасары бар. Ауылдың мен деген бір азаматы, жоқ мен ағамның атынан бір жарысты өзім көтеріп алам деп, тайды өзі көтеріп алып отыр. Сондықтан осындай азаматтарымыз көп болсын, атымыз бәйгелі болсын. Ренжімеңіздер, көп дос қалған. Енді жарыс барысы солай болғандықтан осы тәртіпке бағынамыз. Ассалаумағалейкум, құрметті көпшілік. Енді мына 88-дердің бәрі менің ағам енді. Тағдырға амал жоқ, тірі болса осы жерде осылардың арасында көрсем қуанышта болар едім. Тағдырдың жазғанына амал жоқ. Дегенмен інісі бардың тынысы бар дейді, артында Құдайға шүкір бауырлары, ата-анасы, балалары бар. Ол Өмірбектің аты ешқашанда өлмейді. Мен мына 88-дердің бәрі аға, әпеке дерім. Бұдарды көргенде ағадарымды көргендей болам.
Тойларыңыз той қыласын. 30 жылдық, 40 жылдықта тойлата беріңіздер. Біз келіп спонсор бола берейік. Рахмет. Ой, бәрекелді. Тай жарысынан 3-ші орын Рахымұлы Манарбек. Бапкер есімі Рахымұлы Манарбек. Шабандозы Қыдырәлі балуанымыз. Келе ғой. Жоқ, мына жібер, мына жаққа жібер. Артқа тұр бұл кім? Қошеметтеп қолдау білдіріп тұрыңыздар, құрметті ағайын. Сертификат. Көтер. О. Молодец. Екінші орын. Аттың иесі Бекболат Мәди, бапкердің есімі Бекболатұлы Ерлан, шабандоздың есімі Нұртілеу азаматымыз. Бұл бала айтып кетейік, Шілікті ауылынан өзі биыл 1-ші орын алды. Марқакөл Боран ауылынан 1-ші орын алды. Ақжардан 1-ші орын алды. Сарыөлең ауылында. Бұл 1-ші жарыс емес. Атына арнайы жабу және де 70 мың теңге ақшалай сыйлық. Қолдап қошеметтеп қойыңыздар. Өзіміздің жерлесіміз Зайсан ауданы Ажыққан Санжар деген азаматтың аты, өзі бапкер. Шабандоздың есімі ерекше Сикош. Ей, батыр! Аттың аты, лақап аты Луна. Жарайсың, батыр. Түс. О! Жарысының атына арнайы жабу 100 мың теңге ақшалай сыйлық және жеңімпаз кубогын табыстаймыз. Енді Аламан бәйгені, бұл Аламан бәйгені біз ең алғашында еткен кезде 20 қойымыз ба, 25 қойымыз ба, 30 қойымыз ба деп ары-бері ақылдасып 30-ға қойып, неге 30-ға қойдық өткені шының мықты жеңсін деп. Енді бұл жерде жаңа 3-шіден бастап жатырмыз ғой. Біздің өзіміздің жаңағы сыныптасымыз, досымыз Садық Берік Болатқанның рухына арналып, жаңағы отбасысынан соңғы орынға жүлделі болсын деп, соңғы орынға қосымша сыйлық берген болатын. Бізде соңғы орын Ерсін Мақсатұлы, бапкері сол Ерсін Мақсатұлы Күршім Үшбұлақ ауылы. Шабандоздың аты Естай, лақап аты Сарбаз. Жоқ, бұл жерде көрдіңіздер ма? Аттың шыдамы 22 аттың мысалы үшін 6-7 ат келді. Бұл жігіт соңына дейін жапты. Еңбек. Үшінші орын Садыбақасов Мұхтар, бапкер есімі Молдабаев Аслан, Абай облысы, көрші облыс, Қалбатау ауылы. Шабандоздың есімі 14 жаста Рулан құлыншағымыз. Аттың аты, лақап аты Нұрқасқа. Нұрқасқа арнайы 200 мың теңгелік сыйақының иегері, төс белгі иегері. Және де арнайы ат жабуымызды қарсы алып қабыл алып қойыңыздар. Жоқ бол. Көтеріп тұр ғой. Артын жөндеп жүр. Қуан. Қандай әдемі, иә? Бұндай жабудың нешесін көріңіздер. Қане, фото.
Бүгінгі күн ертеңгі тарих дейді, бір естелік сурет болсын. Ал енді кезекті жүлде. Кезекті жүлде Қарабұлақ ауылы және 17 мамыр 2026 жылы Аламан бәйгеден 30 шақырымнан облыстық деңгейде екінші орын алған Мұхамадиев Амантай, бапкер есімі Тоқтарханов Қамбар, шабандозы Нұржігіт азаматымыз. Лақап ататын сыйлық қасқа. Бұл жерде енді шын айтайық, екі ат әдемі келді, бірдей келді. Фотофинишпен жаңағы 3 метр, 1,5 метр ғана қалып қалды. Әйтпесе екі атты да мықты келді. Ал. Арнайы жабу, екінші орын 300 мың теңге. Иегері Мұхамадиев Амантай. Зайсан өзіміздің жерлесіміз. Айтпасаң бәрі Зайсан ғой. Бірінші орын ат иесі Айдар Нұрқашев, бапкер есімі Ерсен Айдарұлы, Жарма ауданы Қаражал ауылы, шабандоздың есімі ерекше Әділхан Чорлый. Көтір. Ана отырыңдар. Салыңдар. Қарабұлақта өткен Аламан бәйге 2026 бас жүлде иегері 500 мың теңгенің иесі Маңмангер. Ауыр ма екен? Үлкен алып келесің үлкен. Ой, бәрекелді. Осымен құрметті қонақтар, тай жарыс пен Аламанның рәсімдеу аяқталды. Ендігі кезек. Ал енді Көкпардан 3-ші орын алған Тарбағатай командасы ортаға келіңдер. Көкпаршылары, палуандары, бүгінгі 3-ші орын егерлері. Сертификаты қайда? Көкпарды ма? Қола медальдің егерлері. 3-ші орын қайда? Және де 200 мың теңгелі сыйлықтың егерлері. Тарбағатай! Бері қарай тұра қалыңыздар, фотоға түсеміз. Фотоға тұра қалыңдар, жігіттер. Міне сертификаттарың 200 мың теңге. 3-ші орын Тарбағатай. Міне 10-ші нөмірдегі ардагар көкпаршы ағамыз. Жігіттер ортаға таман бұл айтамын. Бәрекелді. Ал енді құрметті қонақтар, қиқулап тұрыңыздар. Бүгінгі кештің 2-ші орынның егері Қарабұлақ. Өз жерлестеріңіз. Бәрекелді. Қарабұлақ арнайы күміс жүлденің егерлері. Және де Ақшалай жеңістерің құтты болсын, жігіттер. 300 мың теңгенің егерлері. Қарабұлақ капитан қайда? Қарабұлақ! Ой, тұра қалыңдар. Капитан жақсы. Видеоға түсірші, видеоға. Ашкөн! Мен түсірміз. Ашкөн! Ой, тұра қалыңдар. Ой, бәрекелді, құтты болсын. Екінші микрофонда кеш. Келді. Бұнаның өзінің бір құрметті қонақтар тәрбиелік мәні бар деп жатырмыз. Әкелері балаларына осы ұлттық өнерді ұлықтап, жұғысты болсын деп мінекей ұлдарының мойнына тағып жатыр. Осындай әкелер бар кезде қазақтың ұлттық ойыны ешқашан жоғалмайды. Бір қошеметтік қойыңыздар, Қарабұлақ! Бір сөз бар. Ал енді бір арнайы естелік сурет болсын, келіңіздер. Бүгінгі күн, ертеңгі тарих. Жігіттер, бұл жерде жаңағы кеше Алматтан Дока деген ағамыз танимыз ғой, иә? Тукинов Дока, Достан ағанұлы. Иә, сол кісі егерде Қарабұлақ орынға, жүлделі орынға иеленсе,
үйде бір тай тұр, со тайды өздері алып алсын деп қосымша приз берді сіздерге. Докала қарам. Мінекей. Қуаныш қатырып соғыс қосқанат дейді. 94 жылғы Дәкөнің атынан сіздерге тағы бір тай. Ал енді жүлделеген жорын. кезекті осы. Ал енді құрметті қонақтар, бүгінгі кезекті додалы дүбірде бас жүлдені иеленген Самар құрамасын ортаға шақырамыз. Ортаға келіңіздер, ортаға. Кім деп тұр? Нұрсапанов Кенжебек. Нұрсапанов Кенжебек деген палуан бар ма арада? Ортаға шықсыншы. Нағыз осы бүгінгі көкпарда нағыз мықтыны мықты деп міне мойындадық міне. Үздік көкпаршы, бүгінгі ойынның үздік көкпаршысы. 6-шы нөмірдегі міне үздік көкпаршы Нұрсапанов 2026. Ойсын құтты болсын палуан. Ең көп салым салған үшін арнайы белбеу. Арнайы бас жүлде кубогы, алтын медаль және де 500 мың теңгенің иегерлері Самар командасы. Ал, құтты болсын жеңістерің, мә, ақшаларын ұмыт кетіп барасыңдар. 500 мың теңге, 500 мың теңге бірінші орынға. Жігіттер, өй, кубокты қайтесіңдер, ақшаны алсаңдар. Давай. 88-дер, айда, алға. Мыналардың бәрі 88-деріне. Ал енді. Нарада сөз сөйлеп, осы көкпарды өткізген төреші ағаларымыз бар. Төрешілер, көкпарда төреш болған Қанат ағамыз. Аға, төреші. Шақшан. Кімедан аты кім еді? Қайрат аға, төреші, Қанат аға. Таңның атысына кешке дейін чап құлаған міне. Қанат ағамыз. 40-тан асса да аттан түспейді ғой шіркін. Ал енді төрешілер, өздерің бір-екі ау жыл лебіздеріңізді айтып жерсеңіздер. Ойынның қалай болғанын, қандай тартысты болғанын. Ассаламағалейкум енді. Көкпар сүйер қауым. Ойын жақсы болды деп айтайын енді. Алған орындары бәрлеріне құтты болсын. Қарабұлақ ауылының жігіттеріне міне екінші орын алып жатыр. Құтты боп ауылдың үлкен мерей тойларында кездесе берсін. Жеңісте болсын. Жақсылықта кездесейік. Ассаламағалейкум, бүгінгі қонақтар, спортсүйер қауым. Бүгін міне облыс деңгейінде үлкен шара өтті. 1988 жылғы түлектерге көптен көп рахмет. Осындай қазағымыздың ұрпаққа осындай қазақтың спортын көрсетіп, осындай дәрежеде өткізгендеріне көптен көп рахмет. Әлде де осындай жарыстар бола берсін. Бізге қарап жастарымыз шынықсын, жастарымыз өссін. Көп рахмет сіздерге. Ассаламағалейкум ағайындар. Ассаламағалейкум дүзеңгілестер. Осы ауылдың тұрғындары, сіздерге мыңда бір рахмет. Осындай той жасап, қаншама районның балаларын жинап, ауылдарыңызда той бітпесін. Әрқашанда шашбауларыңызды көтеріп, қуаныштарыңызға бірге жүреміз. Бір-бірімізді біз ағайындар ат үстінде жүрген балалар бір-бірімізді дүзеңгілестер. Үлкеніміз бар, кішіміз бар, бір-бірімізге құрдастай қараймыз. Біз тек қана поледа жау шығармыз. Мына жерде біз ағайын туған бауырмыз бір-бірімізге. Ана жерде болған нәрсе ол сол жерде қалады. Аман сау болыңыздар.
23 күні еркек балалар Самарда жаппай көкпар, соған келіндер. Айтқан деген осы. Біз де сендердің шашпауларыңды көтеріп тұрамыз. Сіздерді де күтеміз қонақта. Аман сау болыңыздар. Жақсылықта, тойда ғанам кездесейік. Ал енді ұзақ жолдан келген палуандар аман-есен үйлеріңізге жетуге ақ жол тілейміз. Және де Қарабұлақ ауылының тұрғындары таңертеңнен кешке дейін аяқтарыңыздан тік тұрып, осы ойынды тамашалаған сіздерге де үлкен рахмет айтамыз. Ой, бәрекелді, осымен бүгінгі дүбірлі додамыз тәмам. Алла қаласа ертең керемет концертіміз өтеді. Барлықтарыңызды сол жерде күтеміз, құрметті қонақтар, құрметті көрермендер.